ауыр тисе онда сөз иесін тапты. Не бір қоғамда отқан нәрсені әзілге. Келесі тамаша ән сіздің құрметіңізге арналады. Қал Байдалы Наурызбай Шапраш. Заманға сай емес деп сұрасал. Зачем ты біз кішкене дамымаймыз? Жүргеновтің студенттері деп Неге билік туралы сендер айтпайсыңдар? түсінбейді. Кетпейсіңдер ма Алматыға ма? Сатира ғой енді былайша айтқанда. Болмайды жігіттер 60 yaşından. Сіздер де психолог болып кеткен шығарсыздар. Радио ма дейді, радио. Неге атпалады? Өскемен ба? Өскемен. Сендер жылатасыңдар, күлдіресіңдер. Мінезі бар, біліміміз болмаса, өнеріміз болмаса, құры ақыл өтпейді. Баршаңызға сәлем, бұл ойлау подкаст. Енді бүгінгі шығарылымның қонағы өнер қырандар театрының негізін қалаушыларының бірі, әрі жетекшісі, сондай-ақ актер Мадияр Серікбаев мырза. Ассалаумағалейкум, Мадияр мырза, қош келдіңіз, амансыз ба? Уағалейкум ассалам, қош көрдік, аман есеміз, бәрі шүкір, бәрі жақсы. Енді қазір осы подкастымызда сізге сұрақтарды жаңбырша жаудырмай тұрып, осы қазір немен айналысып жүрсіз, қандай жобалар бар? Тұсаукесерлерді айтып өтсеңізші. Қазір енді біздің 15 жылдығымыздың, өнер қырандарының 15 жылдығының гастрольдік сапары, 15 жылдықтың аясында жұмыс істеп жатырмыз. Сонымен қатар Харекеттің 6 жылдығы деген секілді осындай бір негізгі айналысатын жұмыстарымыз осы ғой. Алдағы бір үлкен фильмнің, киноның жоспары, сценарий жазылу барысы болып жатыр. Авторлық кино өздеріңіз? Иә, өнер қырандардың. Құдай қаласа жақын арада бастаймыз. Соның жұмыстарымен жұмыс істеп жатырмыз. Сосын алдағы жылдың жоспарлы жұмыстары жазылып, сызылып жатыр деген секілді. Енді 15 жылдықтың гастрольдік сапарлары осы биыл басталған ба, әлде қазір жүріп жатыр? Жоқ, сол гастрольдік сапарда жүрміз. Қазір гастрольдік сапар басталып та кетті ғой. Жылдың аяғына дейін гастрольдік сапарымыз аяқталады, жылдың аяғында енді. Желтоқсанның 23-24 Алматы қаласында болады. Сол жерде түсірілім болып, Құдай қаласа эфирге шығады, одан кейін YouTubeға шығады. Енді көптеген күтіп жүрген көрермен болатын болса, келем деушілерге Алматы қаласында 23-24 желтоқсан болады. Ал енді жоқ, концерт келе алмай қалдым десе, эфирден көре аласыздар каналдан, одан үлгермеген кісілер YouTube'дан көре алады деген секілді ғой. Жақсы, ал өзіңіз жеке шығармашылығыңыз бойынша қандай жұмыстар бар? Енді командадан тыс дейміз ғой енді. Командадан тыс, бізде енді командадан тыс негізі жұмыстар жоқ. Барлық айналып келген кезде сол командаға жүгінеміз. Өзің бір нәрсе істесең де, үйде бір зат бір нәрсе таситын болсаң да бәрі командаға айтасың, жектер келіңдерші деп. Үйде бір өзің тамақ жей алмайсың ғой. Ет асылса да соларды шақырасың, тамақ жеуге көмекке шақырасың. Командадан тыс болмайды. Енді бірақ өзің бір бастама бастап жасап көрем деген дүниелер осы Алматы қаласында Топжарған этно өнер орталығы ашылған. Осы мына автотсонға қарай кетіп бара жатқан кезде Алатау саябағының жанында кішігірім атшабар, ұлттық рухты ояту үшін, ұлттық тәрбиеде мына келер ұрпаққа ұлттық рухты оятып, бір қазақи ұлттық спортымызды насихаттау жөнінде осы бір кішігірім атшабар жасап, сол жерде бір аттарды алып келіп, түйелерді алып келіп, садаға атып, теңгелу деген секілді бір 2 сағаттық шоулар көрсетіп, сондай жұмыстар жасалып жатыр негізі. Таң атып Ғабит бауырымызбен жаңағы бізде саятшылығы өнерді дамытып жүрген, осы аңшылық өнерді дамытып жүрген бауырымыз бар. Сонымен бірлесіп бір сондай жақсы дүниелер жасап жатырмыз. Өнер қырандарында басқа жігіттер біле ме олды? Біледі, келіп қолдау көрсетіп, көмектеріне оларға міндетті түрде жүгінеміз ғой енді. Сол кішігірім ұлттық тәрбиеде, бала тәрбиесінде деген секілді ғой. Сонымен айналысып жүреміз арасында. Қатарласып, театрмен бірге қатарласып, арасында босаған сонда барып келеміз. Соның керек дүниелерін алып келеміз деген секілді. Ол да бір үлкен шаруа. Пайдасы мол шаруа ғой, енді ұлттық. Иә, енді шыны керек ол жерде жаңа материалды қаржылай бір пайда түсетін нәрсе емес. Өзің салмасаң, ол жерден алатын нәрсе жоқ.
қазір барлық тегін жасап жатырмыз. Ол жерде бір үлкен қомақты ақша алып келіп дейтіндей нәрсе жоқ. Барынша әйтеуір бір жерге барып қаласың, сол кезде әйтеуір құрметте біреу ат мінгізеді, ойбай мәке бір соғымыңыз деп құрметтеп жатады ғой кейде. Сол кезде соны ойбай соғым болмай-ақ қойықшы, осы ат егер шынымен сыйласаңыз соны алып барып біз бала тәрбиесіне жұмсайықшы, соны соған салайықшы деп алып келіп, сол жерде бір-екі атты алып келіп балалар мінеді. Мектептің балаларын, балалар үйінің балаларын алып келеміз. Сол жерде атқа мінгіземіз, ұлттық құндылықтарды дәріптейміз. Сол жерде ат әбзелдерін таныстырамыз. Кішігірім ұлттық спорттан 1-2 сағаттық шоу көрсетеміз. Теңгелу деген не, көкпар деген не деген секілді. Садақ ату не, балаларды алып келесің. Келіп, балалар ат сипап, қазіргі балалар енді 4 түлікті танымай бара жатырмыз. Қалада өскеннен кейін 4 түліктен алыспыз. Қой, сиыр, жылқы, түйе, ешкі дегеннен мысалы. Бірақ одан алыстай берген сайын қазақилықтан алыстай береміз. Тілімізден, ділімізден, дәстүрімізден алыстай береміз да. Өйткені қазақ бәрібір мал баққан халықпыз ғой. Енді заманауи даму бәрі жақсы, бірақ өзі әр ұлттың өзінің берекесі бар ғой. Итальянстар біреуіне пиццаға беріп қойған деген секілді берекен, біреуге балыққа беріп қойған деген секілді, біреуге сол секілді қазаққа өзі бір жері мен малына беріп қойған береке. Ата бабамыз енді келіп, әшейін жылқыны бір басында қорқады, енді бәрі ой деп қызығады да, түйе деп жақындайында, ой боюсь деп қорқамын деп, содан кейін ақырындап жай ұстап көр деп жібін ұстатасың, шылбырын ұстатасың, арқандан ұстап көреді, жай сипап көреді. Бір келгенде сипап көреді, екінші келгенде мінейінші деп шығады, үшінші келгенде шабайыншы дейді, төртінші келгенде жібер дейді, өзім деп. Өз баламнан да тексеріп көргем да. Атқа барасың ба, аттракционға барасың ба, аттракционға барам дейтін. Атқа келген кезде қорқатын кішкентай кезінде. Ақырындап қорқып мінгізіп, кейін жай жаңағыдай басын жіберіңіз деп атқа отырғаннан кейін өзім дейді. Сен өзі бүйтіп қоқаңдатып шауып келеді, қасында жүрем ғой. Содан сұраймын, жетектеп келеді. Ат жақсы ма екен, аттракцион жақсы ма десем, ат жақсы дейді. Неге ат жақсы, аттракцион емес десем, динозавр сияқты дейді. Сол кезде түсінесің. Енді сол әйтеуір 3-сінде ма, 4-сінде ма, 5-сінде ма код оянады жаңағы. Ұлттық рух оянады. Жеті атасында бір атасының батырлығы деген секілді әйтеуір. Қанды оянады да. Негізгі міндет сол да, баладағы атқа мінген кезде сол сезімді ояту ғой. Сол секілді бұл біздің де орталық жасап отқанымыз. Балалар келіп бір нәрсе оянып кетеді да, ұлттық рух оянады. Келіп ат сипаса да, одан кейін ол уже өзінің ұлттық киімдерін бір күні жай кие бастайды, абыроймен, етік кигісі келеді, шапан кигісі келеді деген секілді. Тақиясында ұялмай кигісі келеді. Әйтеуір бір нәрсе себеп болады оятуына. Өйткені біздің қанда сол бәрі бар. Атқа міне алмаймын дейді, қанша қорқам дегендер мінгеннен кейін аттың үстінде бейт делебезес қозып, кәдімгідей тақымын қысып, сөйтіп кетеді, рухтанып кетеді кез келген жігіт атқа мінген кезде. Тіпті қыз балалар қазір әсіресе көп атқа құмар. Қыз балалар келеді, атпен шабайықшы деп ше. Бәрібір тегімізде, қарымызда бар да. Оны мүлдем алып тастай алмайсың жаңа. Кейде бізде бір нелерде болып жатады ғой, ой, обратно қайттан артқа қарай қайтамыз ба деген секілді. Қайттан ескілікке зат жем, оның бәрі бір ұят мені бір нәрсе деп ше. Біздің дәстүрімізді тіпті сырт тастағысы келетін жандар болады жаңа. Оны сырт тастасаң, тұтас ұлт болып дамымайсың да. Ұлт ретінде құрыйсың ғой енді. Өзің не салдың жоқ, дәстүрің жоқ, не ұстанымың жоқ, былайша айтқанда бір позицияң жоқ та. Мен дейтін нәрсең жоқ, ештеңең жоқ. Сондықтан бұл нәрсені біз енді жайдан жай емес, кәдімгі бір қатығи принциппен жасап жатырмыз да жаңа. Атам қазақ бекер емес та. Ат шаппаса да, көкпар шаппаса да, бәйгеліп, теңгеліп, бәйге шаппаса да, бір ат қорада байлаулы тұрады. Сол секілді бұл үлкен руханият.
ұлт болып сақтап қалу ретінде әйтеуір қалада болса да кішкентай болса да міндетті түрде көкпар шауып шабандоз болып кету міндетті емес, садаға атып бір сондай болып кету, мерген болып кету деген не емес. Ең болмаса келіп атты сипап көзі көрсе ат екен ғой, бұл ат, ер қанаты ат дейді, ердің қанаты бұл ат. Біз ер адам енді қазір атқа мінбеймін керек емес, бұның бәрін алып тастайық десең, онда түгел тарихты алып тастау керек болады да. Кез келген батырды алыңызшы, Қабанбайды, Наурызбай, Шапырашты, кім, Исатай, Махамбет, бәрін, Амангелді, бәрін алыңыз. Тіпті Алаш зиялыларының бәрін алыңыз. Атсыз елестету мүмкін емес та. Атсыз елестету мүмкін емес. Тарихты атсыз, қойсыз, түйесіз елестету мүмкін емес. Сондықтан біз бәрі айналып келген кезде осы 4 түлік атқа мініп, мінбесе де соны жетектеп, ұлт ретінде бір руханиятын ояттыру үшін сондай бір не жасап қойғанбыз. Ал енді негізгі бөлім енді басталады алда. Алғашқы сұрағымыз болса, осы театрдағы мансабыңызға келетін болсақ, театрдағы мансабыңыз қалай басталды, жалпы шығармашылығыңызды алғаш құратын кезде қандай қиындықтар болды, сол туралы еске алып айтып өтсеңіз. Бөлімше осы басында сіздер КВН ойындарында да өнер көрсеттіңіздер, жас кездеріңізде осы Жүргеновтың студенттері деп шығып жатқан бір ойындарыңыз. Жүргеновте біз де жүргенбіз деп па? Шашты жай жүріп жүргенбіз кезінде деп. Енді мансап дегенде мансап емес, жауапкершілік дегенге жақынырақ келетін шығар. Енді өнер академиясына мен енді ұзақ, осы өнер академиясының тарихында ең ұзақ тапсырғандардың бірінің ішіне кіретін шығармыз. Сол әйтеуір 99-да оқып бітіріп, содан бастап тапсырып ең соңында 2005-те оқуға түскенбіз. Содан кейін енді сол өнер академиясының ішіндегі үлкен лақап атымыз шал деп қарияларының ішіне қатарына кіретінбіз. Студент емес, мұғалімдермен жастырып жүретін. Содан кейін енді жауапкершілік, сол жас үлкенге қарай жауапкершілік артып тұрады ғой. Саған жауапкершілік артпаса да, сен оны сезіп жүресің. Аға деп қарағаннан кейін балаша еңбектеп жүрмейсің ғой. Аға деп қарағаннан кейін арқаңды тік ұстап, әйтеуір біреуге сүйеу болайын, біреуге демеу болайын, біреуді жетелейін деп жүресің. Сол енді өз группада да барлығы мәке деп жас үлкен болғаннан кейін сыйлап бастады. Содан біз енді өнер академиясының да қуыршақ театр актер мамандығын таңдадық, соны оқыдық. Ол жерде театрымыздың Әнуар Шымырқұлов, Меліс Наурызбек, Дана Тұрарбек төртеуміз бірге оқыдық бір группада. Өнер құрандарындағы енді. Өнер құрандарында одан кейін Жанболат, Сырымбет, Құдірет, олар актер, драма и кино мамандығында. Бізден бір курс төмен болды. Группада жүріп енді бала кезден, жас кезден КВНді қарап өстік қой енді. КВН қарадық, сол КВНге шығамыз деп. Содан Әнуар тойға былай шығамыз енді өнер академиясында болғаннан кейін. Содан Әнуар айтты, мәке КВНге шықсақ қалай болады. Сол өнер академиясында жүріп КВНге тығылып шығамыз, өйткені өнер академиясында рұқсат бермейді КВНге шығуға. Ол кезде солай еді. Енді үлкен профессорлар болды ол кезде. Ең соңғы осы тұяқ жатқан жайлы осы Маман Байсеркенов. Үлкен профессор, біздің ұстазымыз. Сол кісілер, өзіміздің кураторымыз, ұстазымыз Серік Мақұлбеков. Алла өмірін ұзақ қылсын. Ол кісі өте мықты профессор, ұстаз. Сол кісі енді бізге рұқсат бермейді. Халтура дейтін КВН. Театралдық өнер академиясының қабырғасында ол профессорлардың көзқарасымен шынымен солай болады да. Өйткені 5 минут, 4 минут, 3 минутқа ой сыйдыру қиын дейді. Басы бар, ортасы бар, аяғы бар дүниені 3 минутқа қалай сыйдырасың? Ойды айтып жеткізе алмайсың, кейіпкерді ашып үлгере алмайсың. Ондай болмайды деп бізді жаңа КВНге жібермейдің ғой, соны тығылып жүріп КВНге шығып бастады. Сол өнер құрандар содан бастап құрыла бастады енді. КВНнен ақырында бірге тасын қалады. Жаңа өзіңіз айтқандай сол КВНде шықтық. КВНде
чемпион болдық. Одан кейін күлін чемпиондардың чемпиондары барлығы 2009 еді. Қателеспесем, чемпиондардың чемпиондары жиналып, кілең чемпиондар ойнадық. Сол чемпиондардың чемпионы болдық. Кілең чемпиондардың ішінен чемпион болдық та. Содан біз оқу бітірдік 2009-да. Үшеуі бізден кейін бітіреді ғой енді. Оларға айттық, біз ешқайда бармаймыз. Сендерді күтеміз. Оқу бітіріңдер, одан кейін өнер қырандарын ары қарай театр қылып жалғаймыз дедік та. Содан олар бітірді, бітіргеннен кейін сол біз театр болып ақырындап жұмыс істеп бастадық қой енді. Қанша адам болды бастапқыда, әлде сол басталғаны әлі де келе тұр ғой, ол негізі әлде жоқ, қалғандары да бар негізі. Негізі иә, өнер қырандар басталғанда негізі алғаш сол Нұржан Ахмет, Нұржан деген досым бар, Қуыршақ театрында жұмыс істеген. Қасымда сол бар. Негізгі спонсор екеуміз болатынбыз. Яғни кішкене тойға шығамыз енді. Қалған балалардың бәрі студенттер ғой, бірінші курста оқиды группаластарым. Біз Нұржан екеуміз тойға шығамыз, кішкене тиын-тебен алып келеміз, бір футболка бір нәрселер алып келеміз, ойнайтын кезде. Нұржан бар, сосын Ануар, Жанболат, Сырымбет, Құдырет. Нұрхан деген жігіт болды, Ерболат Төлеген болды, қазіргі Шманов болып жүрген. Ол кісі де бар еді. Одан кейін Рүстем Жанаманов бар еді. Біздің КВН кезінде ғой енді. Бастап құрған кезінде Ерболат деген тағы жігіт болған, Арлан тобында. Ринат біздегі түрі әншіміз болды. Бір шама жігіттер болды. Одан кейін енді ақырындап жаңағы біз нақты ойнайтындар ғана қалды. Мақсат деген жігіт болды, Макс. Содан ең соңында осы бесеуіміз қалдық қой жаңа. Өнер қырандарында. Соңғы кездер бесеуіміз ғана ойнап, соның бесеуіміз ғана қалдық. Соның группалас Мелс бар, Дана бар, менің жолдасым. Олар жаңа сыртта бізге сценарий жазысуда көмектеседі, айтар сөз құрастыруда көмектеседі. Кейін оқу бітіргеннен кейін барып, біз ұжым болып сол қазіргі ұжым қалыптастық оқу бітіргеннен кейін. Театр болып. Ол 2010-11. 2009-да біз бітірдік, балалар 2010-да бітірді. Содан кейін ақырындап кішігірім театр деп айтқан жоқпыз енді. Өзіміз құрып алып, анда бар бір шығып, гастрольге барып келіп, кейін Нарынғол жаққа бір барып келеміз деген сияқты. 2011 мекен, 2012 мекен алғашқы гастрольдеріміз жай бастап енді үлкен сахнаға 2013-те шықтық қой біз. Үлкен студенттер сарайында. Жеке кеш беріп көрдік деген секілді. Солай басталып кетті ғой енді. Театр деп сол кезде театр деп, өз халық, біз жігіттер айтқанбыз енді, өзіміз театр деп айтпаймыз. Халық өз театр деп баға берген кезде, өздері сендер театрсыңдар ғой деп айтқан кезде театр болайық. Оға дейін енді біз КВН-де жүрдік, бір бағдарламаларға барамыз, бір проекттерге, каналдарда, анда-мында әйтеуір бір 15 минуттық, 20 минуттық не керек, соны жасап аламыз, пародиялар жасаймыз, бір нәрсе жасап аламыз да, анда бір наурыздарда, мерекелік кештерде барып ойнап қайтамыз. Театр деп айтайық десек, тұтас бір программамыз жоқ, қойылған жоспар жоқ, жүйе жоқ, қайда шығатынымызды нақты өзіміз білмейміз. Сөйтіп жүрген кезіміз ғой. Одан кейін халық өзі, ой, сендер кәдімгі театрсыңдар ғой деп айта бастаған кезде барып, енді кеш берсек болады деп, театр болып ашылсақ болады деп, жоспар қойып, жүйе қойып, содан кейін ашылдық қой енді. Содан бері міне қанша? 15 жыл болды, биыл енді 15 жыл болып қалыпты енді. Негізі жүйелі жұмыс істеп келе жатқанымызға. Жақсы, істеріңіз алға баса берсін, тоқтамаңыздар. Одан да кейін 20 жылдық, 30 жылдық Шаншар театры бар ғой біздегі. Сол жақты көріп отырайық та кейін болашақта. Құдай қаласа, қуат берсін енді. Сіз осы өзіңіздің жалпы өнер қырандары театр деп айтайықшы, сіз бағана айттыңыз ғой, командалық жұмыс қана, ол жекелей ешкімнің несі жоқ деген сияқты алдыға шығу. Сол қойылым қою болсын, жалпы осы енді бір мағына жеткізу керек қой сіздерде өздеріңізде бір соны сценарийін жазу барысында қандай негізгі деген ұғымдарды алып отырсыздар осы бағытқа? Сценарийді ең бірінші біз мына шариғат шеңбері, сосын дәстүр, жалпы өзімізде 3 ұстаным бар негізгі. Сценарий жазатын кезде ма? Азаматтық позиция, ұлттық позиция, одан кейін
діни позициямыз бар. Ұстанымыз. Осы үш ұстанымға келу керек та. Мысалы енді азаматтық позициям, ер адам ретінде, мен өзім мадияр ретінде, маған бір минус келмейтін нәрселер болу керек та жаңағы. Мен өзім киноға түссем де бір принципім бар. Кинодағы төсек атнас бір нәрсе деген кадр ойнамаймын. Сценарийді жақсылап қараймын. Маған мен ойнамаймын енді ондай нәрселер деген секілді. Бір өзім ұстаным бар. Егер жаңағы киноның соңында бір тәрбиелік бір дүниесі болмаса, тек қана ха-ха-хи-химен бітетін кино болса, ешқандай ой салмайтын, сол жерде бір алқаштың рөлін ойнап, сол күйі кетіп қалатын болса, онда жаңағыдай ол нәрсені ойнамаймын деген секілді. Өзім азаматтық ұстаным деген. Одан кейін ұлттық, қазаққа намысына тиетін, аяқ асты тапталатын нәрселер болса, ол нәрсені ойнамаймыз, ол нәрсені қабылдамаймыз. Ұлтыңа, дәстүріңе бір зиян тиетін нәрсе болса, ол жерде тапталып, оның соңында ақталмайтын болса, ол нәрсені та қабылдамаймыз. Енді ең соңында жаңа дінімізге, Құдайға тіл тигізетін, пайғамбарымызға тіл тигізетін, немесе дінімізді мазақ қылатын бір нәрселер болатын болса, ол нәрсені де қабылдамаймыз. Осы сценарий жазғанда да осы қағидаларды қараймыз да. Сценарий жазғанда да жоқ, мынау азаматтығымызға сын болады мынандай нәрсе істеу деген секілді. Енді ар жағында енді бізді бір тәрбиелеп отқан бір ұстаз, немесе тәрбиелеп отқан бір кісі жоқ, күнде қадағалап не істеп отырсың, не істейін деп. Енді қазақтың қанына сіңген дүние деп ойлаймын енді. Тәрбиеші бұл біздің ұятымыз да. Ар намысың, ұятың, сенің тәрбиешің, енді ұстазың да сол. Бір нәрсе жазатын кезде сол ұятыңа сенесің. Арыңа, ұятыңа тапсырып қоясың, бір нәрсе жазатын кезде. Ар намысың жібермей тұрады, ұятың жібермей, қой ұят, қойшы. Болмайды жігіттер, алып тастайықшы. Ұят болады, ол болмайды деп айтпасам не бір әзілдер келеді ғой жаңа. Черный юморда несі де келеді жазып отқан кезде. Күшті ғой ана юмор, жігіттер болмайды. Мен ойнамаймын, бұл болмайды дейсің мысалы. Балалар айтады, мен мынаны ойнамаймын, қой мынауың деп мысалы кейде сондай. Сценарийді кейде асыра сілтеп сондай болып кетеді ғой енді. Сол кезде мынау болмайды, мен ойнамаймын, лично мен ойнамаймын деп ше. Өйткені ол азаматтығына қатты не болып тұрады да. Сын болып тұрады, арына тиіп тұрады, намысына тиіп тұрады. Содан кейін біз өзі бір 80 күн дейме гастрольде жүреміз өзі. Гастрольде жүреміз да, тірідей контакт жасаймыз ғой адамдармен. Сахнаға шығасың. Енді мысалы жаңа сценарийіңде батыс туралы бір издеваться етіп бір нәрсе айтатын болсаң, сен батысқа барасың ертең. Гастрольмен барасың мысалы. Оңтүстік туралы бір нәрсе айтсаң, Шымкентский бір нәрсе деп атсаң, барасың. Сен солармен бетпе-бет кездесесің. Саған немесе жоқ де сол жерде айтады да олар. Сол секілді ол сені арың жібермейді да. Тірідей живой контакт жасағаннан кейін сен бәрін саралайсың. Керек па, керек жоқ па? Қажет па, қажет емес па? Мынаны айтсам қазір мынау оңтүстік жаққа мыналарға тиіп кетеді. Мынаны тиіп кетеді деп жаңа бәрін саралайсың. Былай айтуға болмайды, былай айтуға болмайды деп бәрін қарайсың да. Өйткені сен адамдармен живой кездесесің, қолын аласың концерттен кейін. Айтатын адам бетің айтады, інім, мына әңгімелерің кішкене артықтау сендердің деп ше. Немесе жақсы болса жақсы деп бетің айтады. Тамаша екен жігіттер. Қайтпаңдар, өнерлерің өрлей берсін деп қолын алып көзін көресің да. Қазіргі күнде бізде жаңағы сіздің сұрағыңызда салыстырмалы сұрақ қой енді. Сіздер сценарий жазғанда неге сүйенесіздер? Мысалы біреулер ештеңеге сүйенбей, тек әзілге сүйеніп жаза береді мысалы. Бір қоғамда отқан нәрсені әзілге айналдырады. Әзілге айналдырады. Сосын жаңа қазір енді өнер бөлінетін болды ғой жаңа. Телефондағы өнер, вайн деген сияқты сахналық өнер, жаңағы драма театр деген секілді театр, мемлекеттік театр, жеке театр, тек телефондағы театрлар бар ашейін. Вайн дейміз, блогер дейміз, өмірде адамдармен тікелей кездеспейтіндер бар телефонда. Қалай болсын солай сөйлейді, мысалы. Қазір жастарды арасында енді сондай қыз-жігіттер бар. Ар намысты таптап, ұят сөздерді айта беретін. Өйткені олардың да жауапкершілік жоқ шығар, өйткені адамдармен тікелей кездеспегеннен кейін
жаңағыдай 1000 адам 2000 адаммен әр концерт беріп шыққаннан кейін әрқайсысымен суретке түсіп қол алысып жаңағы бір хат хабар бір нәрсе беріп қолын айналайын мынаны айта жүрші мынаны көмектесіп жіберші деген секілді мұң мұқтажын тыңдамағаннан кейін тек телефонда өзің отқаннан кейін саған енді онлайн жаңағы нелер ғой бәрі лайк бір нәрселер супер керемет бір нәрсе деген сияқты. Енді біз ондайға бара алмайсың өйткені сен живой контакттасың адамдармен. Және бала кезден әке шешең салып тастаған қағидаң бар. Андай нәрсе болмайды, мынандай нәрсе болмайды, мынау болады, мынау болмайды деген сияқты. Сол секілді сценарийде ұстанатын осы 3 ұстаным бар. 3 негізгі қағида. 3 негізгі қағидамыз содан асып кетпесе, соның айналасында шеңбердің ішінде жазылады негізі сценарийлер. Жақсы, бағана айтып қалдыңыз ғой, батысқа барсаң мысалы осындай болып қалады, оңтүстік дегенде гастрольдік сапарлар көп, қазірде жүріп жатсыздар. Енді осы айтыңызшы, сценарий жазатын кезде бір әр өңірдің бір табиғаты, бір әзілі бар да бізде қазақтарда мысалы. Бір әзіл бар, батыстықтар кәдімгідей екі езу құлағында түсінсе, оны солтүстіктегілер түсінбей тұрады деген сияқты. Солтүстіктер түсініп тұрады. Және шығыстағылар түсінбей қалады деген сияқты. Шығыстың әзілдері бар, диалекттер бар, өздерінің бір табиғатына да келетін бір нелер. Мысалы бізде осы оңтүстік жақта кішкене таулы болған соң тауға қатысты әзілдерді енді прям тауға қатысты әзіл емес, бірақ сонда да сондай табиғаттың зерттеуі бар ма сізде? Иә, ондай бар ғой, мысалы. Кеше мысалы гастрольде келе жатырмыз енді. Аралдың жігіті бар бізде. Соны Аралдың жігіті бар, осы Алматыда мелсіз айтады да жаңағы. Пойызбен кетіп барсақ, Аралдан жаңағы туыстары тамақ салып жіберді жолда пойыздан. Қарындарың ашады, жолдан тамақ салып жіберді. Өтіп баратырмыз Қызылордадан ары қарай. Жап-жазық дала жаңағы құм кішкентай тікендер ғана өсіп тұр да. Соны жаңағы мелс қарап келіп, мына жақта да адамдар тұра ма дейді да жаңағы. Мына жақта қалай өмір сүресіңдер? Кетпейсіңдер ма Алматыға ма, бір таулы жерге көшпейсіңдер ма дейді. Сен жаңа Арал жігіті ғой, енді ініміз айтады да, біздікілер ол жақта өмір сүре алмайды дейді. Көз үйреніп қалған жазыққа, алысқа қарап дейді да. Алдында тау тұрса, тал тұрса, ар жақ көрмей тұрса, шыдамайды дейді. Бүйтіп қарағанда көз рахаттанады дейді. Ана жақтың бәрі көрінетіндей дейді да. Ал бізде мысалы керісінше таулы жерде өскендер жаңағы жерге жазыққа барса, батысқа барса, бүйтіп қараса көз шаршайды да. Тау болмаса, жасыл болмаса, тал болмаса, бір күн тауға шығып келмесе аптасына немесе айына бір рет жаңағы таза ауаға шығып қайтайық деп тауға шығып, таудан түсіп, мініп шығып деген секілді сондай болмаса шаршайды да. Ақтауға бір күн бірінші рет Ақтауға барым ғой, самолеттен түстім. Көріп баласым үйленетін болып соған барғанбыз, самолеттен түсіп, аэропорттан шыққан кезде жап-жазық қой, құм, жаңағыдай кішкентай осындай тікенде бір нелер өсіп тұрды. Жап-жазық жолдың екі шеті. Тал ештеңе жоқ. Мұнайдың нелері ғана. Иә, сонда бір дөңдер нелер көрініп тұрады, онда алыстан бір нелер құбырдан алатындар. Жап-жазық аэропорттың екі жағы. Біз келе жатсам үлкен баннер тұр да. Орманды өрттен қорғайық деген. Көріп баласым айтсам да, орман қайда деймін. Қорғайық да. Орман қайда, өз көрмедім орман, бірақ плакатта тұр, орманды өрттен қорғайық деп ше. Енді әр жердің өзінің диалектілері бар. Кішігірім жаңағы жеріне қарай әр жердің өзінің кішігірім салты да бөлек. Әр жердің иті ала қасқа деген секілді. Салт дәстүрде кішкене айырмашылықтар бар мысалы. Оңтүстікте, солтүстікте, шығыста, батыста өздерінің. Тілде де жаңағы батыс жылдам сөйлейді. Шығыста орташа жылдам, бірақ жаңағы қысқа қылып сөйлейді деген секілді ше. Оңтүстікте жаңағы созыңқы сөйлейміз ғой енді. Ойбай, қойшы, ойбай деп тұрып жаңағыдай сөйлесе де созып, кең қылып сөйлейміз ғой. Батыста жылдам сөйлейді, бір-бірін кейде түсінбей қалады. Ана Жанболат күш салады енді. Ақтауға барғанда бір кісілер күтіп алды да, машинамен кетіп барып, радио қосылып тұр ғой. Ал апа туған күніңмен достары пәленше түгенше туған күніңізбен құттықтайды, ұзақ өмір, бақыт тілейміз. Келесен Ақылбек Жеменей қабыл алың дейді. Жүргізуші да радиода. Біз андай үйреніп қалғанбыз ғой. Келесі тамаша ән сіздің құрметіңізге арналады.
Өміріңізге ұзақтық тілейміз, деніңізге саулық тілей отыра, келесі тамаша ән Ақылбек Жеменей деп айтады деп ше. Ақтауда балалар түсінбейді ғой, радио ма дейді, радио қабыл алың деп шандай өзі Өлбек аға айтқан сияқты ғой. Ол жақта жаңа кет тұрсаң көке өтіп кетейінші дейді. Сен түсінбей қаласың дейді да. Өздері болса жаңа өздерін қарап көке өтіп кетейін. Өтің деп айтады дейді. Олар негізі жылы сөйлеп жатыр дейді да. Бізге солай естіледі дейді. Мен өзім бажамда бар, Ақтауда. Ол жаққа келіп жаңа күтіп алдым да, жаңа қайнатамның үйіне барамыз деп. 4-те ғой жаңа. 4-те келіп тұрмыз. Мен бүйтіп есігін жай тақылдатып тұрмын ғой. Ақыры ұйықтап жатыр іште адамдар бар, жай тақылдатамын да. Ар жақтан кім дейді. Біз ғой деп сөйтіп жай ақырын таңғы 4 қой. Біз ғой деп сөйтіп жатсам, бажам айтады. Қойың, есікті тақ, бізде болса, тақ, ашың деп кіріп келдім. Не ол дейді, тық, біз ғой деп дейді. Жұмсақ, біз ғой. Әр жердің өзінің әр түрлі несі ғой, диалектісі бар. Мінезі бар. Сондай да, бізде созып, кішкене көңілге қарап, асықпай бүйтіп ше. Бір момент күтіп, не болады, мысалы. Баста бірден бетіңе айтады. Суретке түсетін болса да, мысалы, біз кім бауырым ренжімесең суретке түсіп алсақ бола ма деп сұрайды ғой, мысалы Алматыда. Батысқа Ақтауға барғанда, жаңа Ақтауда концерттен кейін келіп, брат, қалай тартып жіберші суретке. Сен емес суретке түсіретінен сұрайды. Тартып жібере қойшы суретке деп. Ол да жақсы да, кейде андай тез әңгімелесіп кете бересің ше андай. Өздері де айтады ғой, бүйтіп мыжып отпаймыз, нақты каканы ес, тақ айтамыз. Сондай да. Шығыста да өзінің бір ерекшеліктері бар, сөйлеу диалектері бар. Оның ішінде жаңа Семей бөлінеді, Өскемен бөлінеді, Аягөз бөлінеді. Қой, келдіңдер өткенде сендер перлік кетесіңдер деп шандай. Қызық та. Сендер өнер құрандар деген емес пе перлік кетесіңдер сендер өнер тарқылтатасыңдар. Өскеменнен әмбе деген сияқты жаңа. Өзі бір барлық жерде жүреміз ғой, қызық. Басқа бір қалаға, басқа бір жаққа барған сияқты болып сезінесің ғой. Жаңа күтуде, әр жердің дастарханы, өзі ерекше бәрі. Енді соны зерттейтін кезде сіздер де психолог болып кеткен шығарсыздар, енді оның бәрін қарайсың ғой, қай жерге баратқаныңды, қалай ол сценарий жазғанда да бәріне бір ортақ түсінікті нәрсені қарайсың, дүниені, ортақ дүниелерді қарайсың. Сондай сценарий жазғанда бір негізге алатын көптеген осы 3 қағидадан бірі, тағы осындайлар бар ғой, енді мінез құлқын зерттеу адамның. Енді қоғамдағы керек дүниені жаңа жүрекке жеткізіп зілін шығарып тұрып көрсету ғой енді. Біз бастапқы кезде шыққанда көпшілік түсінбей қалды ғой, басында шыққанда жаңа ортасын жылатамыз, біресе күлдіртеміз, бір сендер енді бір нақты бір жағына өтсеңдерші депші жаңа діни нелер бар, қойылымдар бар депші. Сендер жылатасыңдар, біресе күлдіресіңдер, біресе ақыл айтасыңдар, біресе андай қыласыңдар, бірсін айтамыз, енді біз әмбебап алибиеміз ғой, бәрі салат бәрі ішінде. Бұл да бір эксперимент ретінде болды бізде басында. Бірақ жақсы қабылдап кетті, халық үйреніп алды. Эксперимент ретінде жаңағы сатираны да, юморды да, комедияны да, трагедия, драма бәрін араластырып. Енді өнер ғой, өнер деген изобретение. Күнде бір нәрсені былай жасап көр, абсурдный дүниелер жасап, қайттан былай жасап, ермек саз сияқты илеп әртүрлі нәрсе жасап көресің. Қазір бірақ соған үйренді халық. Жалпы керегі де, адам баласына керегі де өзі сол ғой өзі. Тән азығы, жан азығы. Кейде ақиқатты, ашты дүниені тәтті етіп беру керек болады. Күлдіріп отырып, бір жылап, бір күлдіріп, бір жылатып, бір күлдіріп. Адам ойлану керек. Бір ақыл айтатын дүние емес енді. Қоғамдағы болып жатқан нәрсені, күнде көріп жатқан нәрсені, күнделікті нәрсені байқамаймыз кейде.
күнде әйтеуір бір кеседен шай ішесің, оның сол шайдың дағы түбінде қалатынын байқамайсың күнделікті. Мына шайдың дағы екен ғой түбіндегі деп біреу бүйтіп анықтап көрсетпесе, ойбай осыны күнде ішіп қарамапты қой деп, мысалы сен көресің бірақ қарамайсың, қарайсың бірақ көрмейсің деген секілді ғой. Сондай нәрселерді кейде бүйтіп ашық көрсетесің, күлдіріп отырып көрсетесің, жылатып отырып көрсетесің деген секілді. Соны көргеннен кейін адам өзіне керегін түйеді ғой, сөз есін табады деген секілді. Ауыр айттың ғой деп кейде бір өте жаман ауыр айттыңдар ғой деп. Сізге ауыр тисе онда сөз есін тапты. Мен білмеймін, соны байқамаппын, сөйтіп сондай болды ма, не айттыңдар ма деп. Ой, онда сіз сөз есін сіз емес екен, оны есі деген секілді. Сондай да. Енді театрында негізі мағынасы менің ойымша енді көрермен ретінде миссиясы сол негізі. Әзілмен болсын, қандай да жолмен бір ой салып қоғамның сатира ғой енді былайша айтқанда, кезінде айтқанда мысалы бір саясаттың нені сондай әзілмен жеткізу деген секілді. Айта алмайтын нәрсені әйтеуір өнермен жеткізіп айту. Өнер ұлтқа қызмет ету керек деген өзіміздің бір ұстаным бар. Келесі сұрақ енді бағанада айтып қалдыңыз ғой, басында бір эксперименттер болды деп ше. Білуімше осы басында пародиямен көбірек ойнайтынсыздар. Кейін келіп енді пісіп жетілдік дедіңіздер ғой, енді қоса бастадық деп. Сіздер қазіргі таңда діни мағынадағы осындай бір ой салатын дәстүрлі дін қандай болады, сондай бір жолдарын бір былайша айтқанда енді өзімді айтамын, мысалы сахнадағы уағыз деген сияқты ше, енді сондай бір бағытта қойылымдар қоя бастадыңыздар. Енді айтыңызшы, осы сіздер шыққан кезде бірден қойып жібермедіңіздер ол нәрсені, ол уақыт өте келді, сол кезде бір сын айтылған пікірлер болды ма, ой мыналар уақап болып кетті, олар бірдеңе болып кетті деген сияқты айтылды ма? Жоқ, айтылды ғой, айтылды. Ондай сындар, нелер, пікірлер арасында болды. Бірақ жаңағы басқа да жаңағы мешіт жамағаттары қуанған кездер де болды. Көбінесе қуанды енді. Осындай нәрсені қойған кезде ғой деп. Енді бұл біз пародия болды, не болды. Сосын пародияда бізде шоу ретінде үлкен сахнаға алып шығу осы өнер ұрандарында болды. Оған дейін пародиялар болды ғой. Бәріміз ана пародияға еліктеп өстік. Жүніс Қуандық ағамыз кезінде пародия жасайтын актер. Бейбіт Қорған пародия жасайтын. Көп пародиялар болды ғой. Соларға бір еліктеп өстік та, бірақ мынандай концертіне үлкен арнайы пародияға ешін пародиялар топтамасын жасаған өнер ұрандар театры болды ғой. Сол кезде енді бірінші шығу да, былайша айтқанда. Сонда енді біраз кісілер түсінбей де қалды. Енді пародияны көрерменнің өзі түсінбей қалды да. Мысалы, Мейрамбек Беспаев ағамызға пародия жасағанда біраз көрермендер жазады. Неге өйтіп мазақтайсыңдар? Өйткені ол тұлға ретінде қатты жақсы көреді, әнші ретінде қатты жақсы көріп қалғанда, оны өнер деп қабылдай алған жоқ та басында. Неге мазақтайсыңдар? Сен өзің сондай болып ал. Деген сияқты. Ол енді бізге сөйтіп ол пародия бірінші рет халыққа бүйтіп шыққан кезде, өнер адамдарының ішінде де біраз кісілер болды. Маған жасамаңдар деген, неге жасайсыңдар деген секілді. Бұл жетеді ғой енді, анау деп. Содан адамның көңілі өте қымбат. Адамның көңілі өте қымбат. Енді біздің асыл дінімізде де бар нәрсе, осы енді пайғамбар салам хадисі ғой енді. Адамның көңілін бұзу, түсіру, көңіліне тию, қағбаны бұзғаннан да жаман дейді. Қасиетті қағбаны барып, қолыңа күрек темір алып бұзғаннан да жаман нәрсе бар, адамның көңілін құлату дейді. Ол өте ауыр дейді. Содан кейін енді ана пародия деген өзі бір шынымен басында сондай бір мазақ сияқты болып көрінді. Адам түсінбейді ғой енді. Кейбір өнер адамдарды түсінбей, неге мен жасайсыңдар деп
неге маған өйтіп мазақ бұл пародия ғой енді деп ше. Біз енді жаңадан келатқан ол жерде ондай да болуы мүмкін, танымайтын біреулер мені мазақтап деген секілді ше. Біз енді шығып жаттық қой енді, ол әлі бір атақ даңқ та жоқ, бір сахнаға, үлкен сахнаға шыққанымыз жоқ. Негізі пародиямен бүйтіп шықтық та. Сол кезде сендер деп соны қойшы деп анаған жасайын десең ол ренжиді дейді. Каналдардың өзі пародияны басында ойбай күшті екен дейді да, бірақ эфирге ойбай ертең бізге бәле болады ғой, бізге ренжиді ғой, ананы шығармай ақ қояйықшы. Дүние жасап келесің, бірақ кеседі, ананы шығармай ақ қояйықшы, ертең ол бәле болады, ертең ол сөйлейді, ертең андай. Содан кейін аны жасап келген дүниенің бәрін жарайды. Содан кейін жігіттерге айтып, жақсы енді пародия не бәрі жақсы, бірақ көңіл қымбат қойшы, араласатын кісі маған ертең ол түсіндіріп жүресің ба, қайсысына түсіндіріп жүресің, бұл пародия еді, бұл осындай өнер ғой деп ше. Біз бірақ айтатынбыз, сахнаға шыққанда бар ғой бізде эфирде, мен айтқам, бұл пародия өнері біз адамдардың бойындағы кем кетігін мазақ ету емес, керісінше өнерде жүріп өзі қалыптастырған әдет қылықтарын әдемі қылып көрсету, қызықты қылып көрсету, әдемі қылықтарын, өзінің бүйтіп тұратын қылықтарын кішкене күлкілі қылып. Енді кейбір әншілерде, әртістерде болды, рахмет, тағы шығарсың да арш дейтін ше. Күшті болды мынау деп. Сол арқылы танымал болып кеткендер болды. Содан не керек? Сол ой, енді адамның көңілі, содан құрсыншы оны жасамай қойық деп жүрген кезде, шыны керек, мен кіші қажылыққа сапарға барып келдім. Сол кезде енді шынымен де жаңағы адамның көңілі бәрі қатты жүрекке өтті да. Енді ана жерде қасиетті жер болғаннан кейін адам бір рухани көтеріледі. Соны өзіңді үстіңнен көресің, не істеп жүргеніңді. Бізде шынымен олға дейін бір мақсат жоқ еді. Мақсатымыз тек қана адамды күлдірту керек деген болды. Өнер дегенде сол уақыттағы дейін біз солай түсініп жүрдік та. Күлдіру керек, өту керек деген нәрсе. Сосын әр адамды ойлайсың, сценарий жазған кезде, ананы шақырам, алдыңға қатар, ананы айтайық та, алдыңға қатарда ана кісі отырады ғой, давай соны айтайық дейсің. Ойбай, ана кісіні де шақырып қойдық ғой, анау кісі ренжіп қалады ғой, оны алып тастайық. Онда ойбай, үшінші қатарда анау отырады ғой. Соны 2000 адам шақырасың, 2000 адамның соларға өтуді ойлайсың да. Кейін барып енді діннің түсінігі кеңейген кезде, неге біз тек шындық емес, ақиқат айтпаймыз деген секілді. Шындық өйткені екеуміздің арамыздағы мәселені айтатын болсақ, сіздің өзіңіз шындық бар, менің өзімнің шындығым бар деген секілді ғой. Сіз жаққа өтсе, мен ренжеймін, мен жаққа өтсе, сіз ренжейсіз деген секілді. Ал енді ақиқат деген ол біреу ғана. Ақиқат ол Алланікі. Неге біз ортақ дүние айтпаймыз? Ақиқат. Сабырлық туралы айтайық, мейірімділік туралы айтайық, кешірімділік туралы айтайық, ортада туыстық қарым-қатынас айтайық, құндылықтарды айтайық. Соны әзілмен әдемілеп өрсең, сосын бұлай өсиеттерді пайғамбардың өсиеттері, аталарымыздың өсиеттері деген секілді бір ғибратты оқиғалар, солар бізге дайын материал да. Қарасақ, кәдімгі дайын материал. Сосын біздің мақсатымыз кеңейе бастады. Осы мына діни түсінікте кеңейген кезде адамның мақсаты да ұлғаяды екен. Білімің кішкене кеңейген кезде, білген сайын білмейтін, білімсіз екенімді біле бастадым деген секілді. Білім күшейген сайын білімсіз екенімді біле бастадым деген секілді. Түсінік кеңейген кезде бізде сіз айтқандай, сендер асыра сілтеп діншіл болып кеттіңдер, сосын неге дәстүрді айтпайсыңдар, болмаса неге қазақилықты айтпайсыңдар деп ше. Сондай да болды. Неге мына дүнияуи нәрсе айтып кеттіңдер дейтіндер болды. Сынайтындар ма? Неге пародия айтып, неге мазақтап жүрсіңдер дейтіндер болды деген секілді. Сол кезде ақиқатты айтқан кезде
бәрі өзін тауып алады да. Мысалы, неге билік туралы жамандамайсыңдар дейтіндер болады. Неге билік туралы сендер айтпайсыңдар? Айтамыз, айтылып жатыр. Әркім сөз иесін тауып жатыр өзі. Қарасаң, сөз иесін табады да. Тек бір жақты шындықты ғана айтсаң, ол тағы болмайды. Ақиқатты айтсаң, әйтеуір абырой өзіңе де, өзгеге де келеді. Ақиқат ол Алланікі да. Ол біреу ғана болады. Немесе сабырлы бол, немесе мейірімді бол, кешірімді бол, ынтымақты бол, татулы бол. Сол да. Сценарийде солай қамтисың да енді. Барынша. Осылай енді қамтуға тура келеді негізінде. Содан кейін жаңа бөлінетіндердің бәрі сіздер андай болып кеттіңіздер, андай болып кеттіңіздер дейтін бәрі ақырын түсіне бастайды ғой. Асыра діншіл болып кеттіңіз. Енді дәстүрді ғана айтайын десең, бізде жаңағыдай ескіліктің керегі жоқ дейтіндер бар. Ол намаз оқымайтындар да айтады. Әсіресе намаз оқымайтындар, дінді түсінбейтіндер. Бізде осындай сәлем, ой, зачем деп ше. Зачем вот это, біз кішкене дамымаймыз, зачем вот это артқа қарай жүріп деп ше. Дәстүр бір нәрсені айтсаң. Енді дәстүрді шыны керекті бұлай айтсаң, дәстүрдің астында бір автор болмағаннан кейін кез келген адам алып тастай салады да бүйтіп. Жаңа зачем деп, не надо, вот это мамбетизм, ұятмыны, зачем вот это вот надоели деп ше жаңа. Қазақский бір нәрсе пихайте, бір нәрсе, это бытовое насилие, бір нәрсе деп ше жаңа. Біз бір кезде дәстүрдің бәрін бытовое насилие қылып жіберген, зорлық зомбылық деп. Баланы сүндеттеу зорлық зомбылық, қызын сырға тағу зорлық зомбылық, қинап құлағын тесу бір нәрсе деген секілді. Тұсау кесу зорлық зомбылық, психологиясы бұзылады, баланың пышақпен кесіп, ананың несін жібін деген секілді. Көрдіңіз, біз егер тек қана дәстүрді айтатын болсақ, сүйенетін негіз болмаса қиын. Ал енді ата бабамыз біз дәстүрді айтып жатырмыз негізі. Дін деген бұл дәстүр. Тек тәпсірлеуді. Дінді, дәстүрді бүйтіп теріс аударсаң дін шығады негізі. Сол біз дәстүрді бүйтіп аударамыз да кейде. Сол кезде бұның негізі шығады, авторы шығады. Дәстүрдің авторы кейде ашсаң, авторы Алла. Кез келген дәстүрді озығы бар, тозығы бар дейді. Жаңа озығын ашсаң, ар жағында дін тұр да. Кез келген дәстүріміз дінгегі дінде байланған да. Дінгегі дінде байланып тұр. Ол дәстүрді енді алып тастайық десе, онда сен түгел мұсылмандығыңды алып тастайсың. Алып тастауға болмайды. Біздің озық дәстүрлерді алуға болмайтын дәстүрлеріміз бар. Керек емес деп айтуға болмайды. Сол аталарымыз жаңа отырып өздері бір дін ойлап тапқан жоқ, білімсіз болған жоқ, кейде сөйтіп айтқанда бір заң келеді ше. Біз жаңа Құранға неге сүйенбейміз? Біздің аталар өйтіп айтсаң бір білімсіз сияқты да. Аталарымыз не Құран білмейтін адам сияқты. Өздері бір нәрсе ойлап тауып алып, өздерімен өздері бір өмір сүрген адам сияқты. Қазір мысалы мақтанамыз ғой біз. Бір нәрсе ағылшынша білем, мен пәленше Илон Масктың несін кітабын оқыдым, әлемнен оқыдым деп. Сен соны оқысаң, сен бір дәрежең жоғары боласың да. Өзің бір нәрсе ойлап тауып кітап жаздым десең, ештеңеге сүйенбей өзіңмен өзің бір нәрсе жазсаң, сенің бір құны да жоқ та. Бізге мұғаліміміз айтатын, өнер академиясын оқып жүргенде, ертең поэзия сахна тіл, поэзия жаттап келіңдер, сосын айналайындар, ескертем, көршіңнің, досыңның кітабын оқып келмеші маған. Ондай поэзия керек жоқ маған. Тұлғалардың, авторы бар адамдардың поэзиясы керек дейді. Маған сенің көшеде жасаған біреудің кітабын алып келмеші, соны поэзия оқып жүрмін маған дейді. Салмағы бар, сүйене алатын, ғылыми зерттелген бір нәрседен алып келіңдерші деп сұрайтын. Тура сол секілді.
өзің ойлап таба салған дүние емес. Әлем сүйенген нәрселер. Әлемнің барлығы мойындаған нәрселерден. Сондай нәрсеге сүйену керек та. Соны енді қазір бізге сол шынымен де өзімізге қазақтың дәстүрін түсіндіретін уақыт келген сияқты да. Каждый дәстүрімізді естіп ашсаң, керемет жақсы көріп бастайсың сен дәстүрді. Бір сүйсінесің. Қандай мынау деген, қандай мына жағынан медицинамен алып келеді, мына жағымен ғылыми дәлелдермен алып келеді, мына жақта тұрмыс тіршілік қамтып кеткен. Қандай ойбай біздің аталарымыз не деген білімді болған. Сондықтан біз жаңа айтқан кезде дінді айтып, сендер андай болып кеттіңдер, діндар болып кеттіңдер, чересчур тақуа болып кеттіңдер, енді чересчур құдайға жақып кеттіңдер деген сияқты сөз сияқты болады енді. Қатты құдайшыл болмашы деген сияқты ше. Қатты құдайшыл болмау деген өзі түсінік бір түрлі негізі ше. Құдайдан безіп қайда кетесің? Жер құдайдікі болса, аспан құдайдікі болса, күн құдайдікі болса, шығып атқан сөз құдайдікі болса, ауа құдайдікі болса, соның барлығы енді құдайдікін ата-бабамыз әдемі адамның жүрегіне жететіндей кез келген жаңа молданың істеген істе, айтқан істе, істеген істеме деген аталарымыз соны істеп кеткен ғой енді. Молданың айтқан істе, істеген істеме деген молда түнімен сен бір сұрақ қойсаң, біз мысалы қойылым қоятын кезде марқұм Бауыржан Әлиұлы деген имам ұстазымыз болатын, пәтуа бөлімінде жұмыс істейтін. Біз қойылым қоятын кезде міндетті түрде сонымен ақылдасатынбыз. Ұстаз, мынау сценарий жазып жатырмыз, мынау бола ма? Шариғатта мынандай нәрседен аттап кетпейміз ба? Әзіл-әзілмен құрастырып жатырмыз, бірақ мына жер қалай болады екен деген. Мадержан 2 күн уақыт бер дейді. Ол кісі сөйтсек 2 күн квартира жалдап кітапты үйіп қойып кітап ақтырады екен. Сөйтіп 2-3 күннен кейін 1-7-ден кейін маған жібереді. Әлі күнге дейін сообщениелер бар. Мадержан, мен мына кітаптан қарадым, автор мынандай пәленше хадисте былай келеді, мына жерде былай келеді, шежіреде мынау бар екен біздің қазақтың, мынандайда мынау бар екен, дәлелдер мынандай бар екен. Негізі одан ол сөзді қолданбай, мынандай сөз қолдансаңдар болады екен деп. Ал енді мен ақтара алмаймын олай. Квартира жалдап, 10 шақты кітап әкеп қойып, свет жағып қойып, түнімен бала шағамды жақта қалып, 2-3 күн кітап ақтарып, Құраннан, хадистен, ғалымдардың сөзінен, қазақтың шежіресінен, тәпсірінен бәрін алып оқып, бір сөзге бола 10 кітап оқи алмаймын да. Маған жеңілі, молдан айтқан істей саған жеңілді. Чем оны түнімен істеп, кітап ақтарып, оқып сөйткеннің бар. Аталарымыз тура соны істеген ғой жаңа. Дінді оқып, шариғатты илектен өткізіп, жеңіл қазаққа әр қайсысы түнімен кітап ақтарып жүрмейді ау осылардың бәрі деп. Сіз де мен де кітап ақтармаймын ғой, мысалы түнімен отырып, көз майын тамызып. Соларға жеңіл болсын деп, дәстүр деп, әдемі оңай жолмен, болды осыны істей бер, өлмейсің. 5 уақыт намаз оқы дейді молда. 5 уақыт намаз оқисың. Садақа неше, пітір неше беремін? 500 теңге бер дейді, болды. 500 теңге пітір бағасы 500 теңге. Жұмадан қалма, ананы оқы, болды. Осыны істесем, болды, осыны істей бер, болды. Кітап ақтарайын, кітап не қыласың? Ақтарып жатыр ғой. Ғалымдар ақтарып жатыр. Олар іздеп жатыр. Керегін саған айтады деген сияқты. Тура сол секілді жаңа дәстүр деген сол дінді бізге, тілімізге жеңіл қылып, обал болады, ұят болады, жаман болады деп болды. Осыны істеп жүрсең адам боласың дейді, адам бола бермесең. Осыны істеп жүрсең. Сол біздің сахнада айтатын дін деген негізі дәстүр деген құндылық, құндылық деген біздің адам әрқайсымыз. Әр адам құнды, ол құнды несімен, оның ұстанымы бар, оның иесімен, оның жаңа жақсы істеген ісімен құнды. Сол секілді біздің жалпы сахнада қоятын қойылымызды, айтатын әңгімемізде осы төңіректе ғой. Өз уақытта келіп қапты енді. Қорытынды ой сұрасақ қазір енді сізден жалпы қазір енді неше жасқа келдіңіз? Қазір 41 келіпсіз, енді қазір енді сізден онда ақыл сұрап не істесек те ұят емес қой, міне осы қанша көргеніңіз де бар, көп сүрген емес, көп көргеннен сұра дейді ғой. Енді осы көрерменге жалпы бір айтар ойыңыз болса, енді бағанада біраз енді ауқымды ойлар айттыңыз ғой, енді зілдей. Енді бағана біздің ата-бабамыз сияқты осы
үлкен 90 ауыз сөздің тауықтай түйінін дәстүр сияқты оңай жолмен жеткізсеңіз енді осы бір түйін болсын әңгімеміз. Енді Шәкәрім атамыздың өлеңінің бас жағы бізге әдемі келеді деп ойлаймын барлығымызға. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айныма, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл дейді. Талаптан да білім мен өнер үйрен дейді. Білім мен өнер үйрен. Талаптанып білім мен өнер үйренейік. Білімсіз, өнерсіз ақыл тұл болады. Біліміміз болмаса, өнеріміз болмаса, құры ақыл өтпейді. Бос ақыл қазір енді бізде көп қой. Ақыл айтқышта бәрі. Бірақ оның өнері болса, білімі болса бір істеп отқан. Онда ол ақыл қонымды болады. Сондықтан білім үйренейік, өнер үйренейік, құралақан болмайық. Енді үлкендерге емес, жастарға айтамыз ғой, артымыздан еріп келе жатқан. Тілге тиек етіп, осы Шәкәрім бабамыздың осы бір қағидасын қатығы бойымызда қағидағы қанымызға сіңіріп алсақ, біз енді құр қарапайым қазақ болмаймыз, құнды қазақ боламыз деп ойлаймын. Сол. Жақсы. Көп рахмет сізге, сіздің де ісіңізге, әр ісіңізге сәттілік, өнеріңіз өрге жүзе берсін, дами беріңіз. Осы алға қойған мақсаттарыңыз барлығы орында берсін. Алла нұр жаусын сізге. Амин. Келіп осы уақыт бөліп, осындай ой бөліскеніңізге көп рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, біз де сіздермен қоштасамыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.